Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен Айсұлу Исатай, менің арнама қош келдіңіз. Алдымен арнама тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бүгін өте оңай жасалатын, құрамы пісіруді қажет етпейтін, өте тойымды, тәтті бір салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен ысталған тауық етін аламыз, яғни копченый. Осылайша сыртқы қабығынан міндетті түрде тазалап аламыз. Қажетті мөлшерде ұзыншалап, турап шығатын боламыз. Бұл салаттың көпшілікке ұнайтыны сөзсіз, өйткені өте жеңіл, жасалу жолы өте оңай, әрі қолжетімді заттардан жасалады. Ең бастысы, еш нәрсені пісіріп, әуре болмайсыз, тек қана ұзыншалап, турап барлығын араластырсаңыз, салатыңыз дайын болады. Дастарханнан шықпайтын, тез таусылатын, барлық заттардың дәмі бір-бірімен үйлесім табатын, өте жеңіл, тәтті, керемет салат болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Қонаққа болсын, күнделікті болсын, бәріне ұнайтыны сөзсіз. Енді қиярымызды жақсылап жуып алып, осылай қиғашынан бірінші сопақша дөңгелектерге бөліп аламыз да, одан кейін тағы да қиғаштап, осындай жіңішкелеп турап алатын боламыз. Осы бір балғын қиярдың иісімен, дәмімен, тауық етінің тұздылығымен барлығы керемет үйлесім тапқан, өте тойымды, сәтті салат болып шығады. Қойғанда кері дастарханнан шықпай бітіп қалатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді қайнатып алған жұмыртқаны қабығынан ашып, ұзыншалап тураймыз. Осы секілді жеңіл салаттардың қарапайым, өте оңай жасалатын рецепттер күн сайын менің арнама шығып тұрады. Сондықтан міндетті түрде арнаға тіркеліп алыңыз және алғашқылардың бірі болып видеоларды көру үшін қоңырауша батырмасын басып қойыңыз міндетті түрде. Және менің тұрақты оқырмандарымнан пікір қалдырып, лүпіл басып жүруді сұрар едім. Міне осылай бір ыдысқа салып барлығын дайындап алып, енді үстінен сухари, яғни ұзынша соломка түріндегі сухариді салып, үстінен майонез қосып, жақсылап тұрып араластырсаңыз, салатыңыз дайын болып шығады. Дастарханға бере берсеңіз болады. Мен ешқандай тұз, бұрыш қоспадым. Өйткені өзіңіз көріп тұрғандай, сухаридің өзіндік тұзды дәмі бар. Одан кейін жаңағы тауық етінің де өзінің тұздылығы бар. Осының өзімен керемет үйлесім табатын, көріп тұрғандарыңыздай, көргеннен ақ тояттанатындай керемет салат болып шығады. Енді дәмі өте ерекше, үйлесім тапқан өте керемет дәмді салат. Міндетті түрде менімен бірге жасап көруге кеңес беремін.